Ақтөбеде газ құбырында апат болды. Оқиға орнына қала әкімі барды. Ассалаумағалейкум құрметті тыңдаушылар. Күннің соңғы жаңалықтарынан хабардар болу үшін каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. 9 қазанда кешкі уақытта Ақтөбедегі реттеу станциясында болған жайтқа қатысты Ақтөбе қаласының әкімдігі Фейсбуктегі ресми парақшасында пікір білдірді. Ведомство мәліметінше 9 қазанда сағат 21:51-де Береке тұрғын үй алабы ауданында реттеу станциясында газ ауаға тарап жатқандығы жөнінде хабарлама келіп түскен. Оқиға орнына Ақтөбе қаласының әкімі Азамат Бекет, Ақтөбе облысы ТЖД, Қазтрансгаз аймақ АК қызметкерлері барған. Газдың ауаға таралуы тоқтатылған. Сондай-ақ әкімдік тұрғындарға газ беру тоқтатылмағанын, газ қасындағы қосымша желіден беріліп жатқанын атап өтті. Зардап шеккендер жоқ. Диапазон басылымының жазуынша, бастапқыда газ құбырында жарылыс болды деген ақпарат тараған, алайда оқиға орнына келген құтқарушылар бұны жоққа шығарған. Белгілі болғандай, газ жарылысы емес, газ құбырында ақау бар екендігі анықталған.